Қайырлы күн көрермендер, біз бүгін медиа саласының маманынан радиодағы ақпараттың сенімділігін және де фейк ақпаратпен күресу тәжірибесі жайлы сөз қозғайтын боламыз. Менің сізге алғашқы сұрағым осы жұмыс барысында қаншалықты осы фейк ақпараттармен көп жиі кездесесіз? Сәлеметсіздер ма, құрметті көрермендер. Менің аты жөнім Оңғар Құрал. Осы Қазақ радиосында, Шалқар радиосында 33 жылдай жұмыс істеп келе жатырмын. Мен алғашында 10 жылдай ақпарат редакциясында жұмыс істедім. Ақпарат редакциясында бас редакторда болдым. Мен Қазақ радиосында бас редактор болдым. Осы жердегі байқағаным, мысалы, біз ақпарат редакциясында жұмыс істеп жүргенде, жаңалықтар дайындаған кезде, әсіресе жаңалықтардың жаңағы шын өтірік екендігін растау керек болады, шын мәнінде. Егер өтірік ақпарат таратып жерсең, мемлекеттік ақпарат құралынан өтірік ақпарат таратса, ертең ел қалай айтады деген сияқты ғой. Осы мақсатта, мысалы үшін, ана бір жылы мемлекеттік орган әділет министрлігінің өкілдері болып бізге келіп семинар өткізді. Сондағы семинар тренинг өткізді. Сондағы мақсат не? Сондағы мақсат, мысалы, қазіргі кезде фейк ақпараттар әсіресе әлеуметтік желілерде көп орын алады. Осыдан 10 жыл бұрынғы оқиғаларды жариялап, қазір болып жатқандайға көрсете береді. Ана бір жылы, мысалы, Алматыда бір сел болған кезде, басқа бір жердегі болған селді, сол бейнесін, видеосын әкеліп көрсетті. Міне үйлердің бәрін, адамдардың бәрін ағызып жатыр. Сөйтсе ондай болмаған екен. Бірақ сел болғаны рас, бірақ ондай көлемде болмаған да, ондай үлкен болмаған. Сол сияқты жаңағы семинар тренингте соны бізге айтқан орган қызметкерлері түсіндіргені. Фейк ақпарат тарап кетпеу үшін дейді, ең бірінші кімге арқа сүйеу керек дейді. Сөйтіп ана топқа бөліп ойын өткізді. Сонда біз ойлаймыз ғой, ана көрермен, мысалы, жолаушы кездесіп қалды бір оқиғаға. Жаңа сел болды, немесе төбелес болды, немесе қандай да бір жол көлік оқиғасы болды. Соны көрген адамға сүйенуіміз керек деп айтамыз. Тағы әртүрлі өзіміздің версиямыз айттық қой. Сонда оның айтқаны жоқ деді. Ең бірінші мемлекеттік органға арқа сүйену керек дейді. Мысалы, көшеге қандай да бір митингі, шеру, немесе төбелес болып жатыр, үлкен нәрсе. Сол кезде біз соны көрген адамға емес, ең бірінші мемлекеттік орган қызметкерлеріне арқа сүйеуіміз керек. Яғни полиция не деп жатыр, прокуратура не деп жатыр, мысалы үшін, әкімшілік, қалалық әкімшілік па, мысалы, қауіпсіздік қызметі деген сияқты, солар не деп жатыр. Солардың айтқан версиясы бойынша біз ақпарат таратуымыз керек. Ал жай көрерменді көшеде кетіп бара жатқан кездейсоқ адамның айтқанын беру, ол бір жақты ғана көзқарас, ал шын мәнінде ол басқаша шығар. Мысалы, кеше ғана Ресейде осындай үлкен қақтығыс болды. Шешендер мен қазақтар төбелесті деп әлеуметтік желіде үлкен айқай шу болды. Шешендер мен қазақтар үлкен тобы ұлттық негіздегі қақтығыс болды деп сөйтіп видеоны көрсетті. Сөйтсек олай болмаған екен. Мемлекеттік орган қызметкері Шешенстанның да басшысы, Ресейдің де өкілдері барлығы қазір эфирге шығып айтып жатыр. Ол жерде тұрмыстық қақтығыс болған. Тұрмыстық деген екі адам төбелесіп қалады, мысалы үшін. Мүмкін 4 адам төбелесетін шығар. Бірақ ол ұлтаралық қақтығыс емес та. Шешендер мен қазақтар төбелесіп жатқан жоқ. Ол мемлекет бір күзетші мен екі жұмысшының арасындағы төбелес. А соны фейк ақпарат таратушылар, былайша айтқанда, соны мүдделі адамдар бар, мүдделі топтар бар. Міне шешендер мен қазақ халқы соғысып жатыр, төбелесіп жатыр деп үлкен дақпыртқа айналдырады. Яғни сол арқылы олар бірінші мақсат бір шешендерді ма, немесе бір қандай бір топтың мүддесі болуы мүмкін. Екінші мақсат жай ғана мына Фейсбукта, әлеуметтік желілерде хайп дейді ғой, хайп қуып өздеріне көбірек подписчик жинау, сол арқылы подписчик көбейсе, мүмкін ютубқа ақша төлейді деген сияқты, өзінің танымалдылығын арттырады деген сияқты, осындай мақсаттарды пайдаланып кетуі мүмкін. Сондықтан да ең бірінші біз мемлекеттік органдарға арқа сүйеуіміз керек. Полиция, прокуратура бар, КНБ бар, енді әкімшілік бар. Олар істің турасын айтады, анық айтады, қалай болған, не болған, кім кінәлі деген сияқты. Ал жай кетіп бара жатқан, мысалы, жолда жолаушы, ол не айтады, мысалы, да? Кетіп бара жатыр, қараса біреу төбелесіп отыр, әне төбелесіп жатыр дейді. Бірақ кіммен кім төбелесіп жатыр, не үшін төбелесіп жатыр? Мысалы айтып отырмын да, жалғыз төбелес емес, басқа да әртүрлі оқиғалар, жаңағы табиғи апаттар болып, соның барлығын мемлекеттік орган тарапынан берілетін баға арқылы берілу керек, таратылу керек. Сонда ол фейк анықталады. Тағы қандай сөз? Ал осы радиода хабар таратқан кезде, осы фейк ақпараттарды тексеру үшін қандай критерийлерді қолданасыздар? Егер сондай да бір қандай бір даулы мәселе болатын болса, онда сол оқиғаға қатысты жауапты кім, мысалы үшін?
егер шартты түрде Павлодарда бір оқиға болатын болса, Павлодардың әкімшілігіне хабарласу керекпіз ғой, мысалы үшін. Павлодардың әкімшілігіне хабарласуымыз керек те, содан сұрауымыз керек, осындай оқиға рас па? Әкімшілік жауап беру керек. Әкімшілік ол мемлекеттік орган, немесе министрлік жауап беру керек. Осындай соған тікелей жауапты адам жауап беру керек. Ал басқаша онсыз анықтаймыз. Тек қана сол органның соған қатысты жауапты мекемеге ғана хабарласып, анық қанығын білуіміз керек. Жай айтатын жаңағыдай көшеде көрген немесе әлеуметтік желіге жазған адамдарға арқа сүйеуге болмайды. Себебі олар өтірік айтып жатқанын, рас айтып жатқанын біз білмейміз. Олар растаса, демек рас деген сөз емес. А мемлекеттік орган растаса, ол рас деген сөз. Себебі олар соған анық бағасын береді. Мүмкін қандай да бір ол жерде де мемлекеттік орган берген барлық керемет, дұрыс деп айтуға да болмайтын шығар. Бірақ қалай болғанда солар жауап береді. Басқа адамдар жауап бермеуі мүмкін. Басқа адамдар жаңағы қауесет таратқаны үшін жауап беруі мүмкін деген сияқты болуы мүмкін. А мемлекеттік органдар қалай болғанда да ол шындыққа жақын ақпарат айтылады. И екіншіден сол ақпарат солай таратылған екен, болды, солай мойындалады. Біз соған сүйенуіміз керек. Басқа ешкім оған дау айтпайтын болу керек. Дау айтатын болса, ана орган кім таратты? Прокуратура тұр, прокуратура жауап береді. Біз соған арқа сүйенеміз. Яғни біз ақпарат, мысалы мен айттым, 10 жыл ақпарат істедім. Біз сілтемемен беретінбіз. Міне, мысалы үшін айтамыз, Мәдениет министрлігінің хабарлауынша, мысалы үшін, немесе Павлодар облысы әкімшілігінің хабарлауынша, хабарлағанындай деген сияқты. Немесе тіпті Қазақ ақпарат агенттігі, Казинформ деген ғой, Қазақ ақпарат агенттігінің тілшісі хабарлағанындай деп Қазақпаратқа сілтеміз. Сонда Қазақпарат жауап береді. Бірақ біз таратушымыз, жауап беретін ана Қазақпарат деген сияқты. Сондықтан сондай сілтемені қоса берсеңіз, сіз олар таратқан ақпаратты тарататын болсаңыз, сілтемені қоса беру керек. Кімден алдыңыз? Сонда сіздің жауапкершілігіңіз азаяды. Қате болып қалған күннің өзінде де сіз анадан алғандыңыз. Ол және жай мекеме емес, ол Қазақ ақпарат агенттігі, яғни мемлекеттік мекеме. Немесе Павлодар облысының әкімшілігі, мемлекеттік мекеме. Яғни солар жауап береді. Қате болса да, дұрыс болса солар жауап береді. А біз тек таратушы ғанамыз. Жылы болған оқиға ғой деймін. Ақпарат редакциясында жұмыс істеп жүргенімізде мынандай ақпарат келеді. Музыкант орысшаға, орысша келеді. Соны біз аударып береміз ғой. Өзі бәрі негізінен орысша келеді жаңалықтар. Музыкант М. Омаров наркотикпен қолға түсті. Сол үшін оны мысалы 2 тәулікке қамалды деген сияқты сондай ақпарат. Оны біздегі журналистер алады да, Марат Омаров наркотикпен түсіпті дейді де, бұлар жаңағы музыкант М. Омаров дегенді бұлар алады да, аударма жасында біздің қызметкерлеріміз. Әнші сазгер Марат Омаров наша жаңағы наркотикпен қолға түсті деп ақпарат таратып радиодан. Ана кісі сотқа береді, жеңді, радионы жеңді. Сондай жағдайлар болған. Сонда ол Марат Омаров деп тұрған жоқ қой жерде. М. Омаров сөйтсе, Мұрат Омаров деген бір музыкант болған екен. Ол оркестрде жұмыс істеген басқа мекеме, ол Марат Омаровқа қатысы жоқ. Сонда яғни бұл фейк ақпарат. Оны тексерілмей беріп жүрді деген сөз. Сондықтан осындай нәрселерге сақ болу үшін біз ана органға хабарласып нақтырақ білуіміз керек. Тағы да? Ендеше менде басқа сұрақ жоқ сізге. Жақсы. Бөліскен пікіріңізбен және де бөліскен тәжірибеңіз үшін рахмет. Жақсы. Бұл біз үшін өте құнды. Жақсы, рахмет, сіздерге де сәттілік тілеймін.